Заңды бұзған судьялар жазаланады. Заң бұзушылыққа қатысты барлық іс тікелей сот жюриінің қарауына жіберіледі. Яғни төрелік айтатын әділдік иелерінің тәртіптік ісін осы уәкілетті орган қарайды. Сот жюриінің құрамына 13 судьядан, яғни аудандық соттардан 3 судья, облыстық соттардың 4 судьясы, кассациялық соттардың 3 судьясы және жоғарғы соттың 3 судьясы енеді. Сот жюриіне кеңесші дауыс беру құқы бар заңгерлер қауымының 2 өкілі де кіреді. Ал сот төрелігіндегі бұл өзгеріс судьялардың жұмысына деген сенімді арттыра түседі дейді сала мамандары. Жалпы сот жүйесін жаңғыртуда былтыр судьялардың тәртіптік жауапкершілігін күшейту үшін заңнамалық түзетулер қабылданғаны белгілі. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Сот жюриі былтыр 77 тәртіптік істі қараған. Соның ішінде 40 судья тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Оның біреуі облыстық соттың төрағасы, қалған 31-і аудандық деңгейдегі судья, 5-еуі аудандық және оларға теңестірілген сот төрағасы. 2 судья облыстық сот судьясы. Тек 21 маман ескертумен құтылса, 13-і сөгіс алды. Жауапқа тартылған судьялардың көбі сот төрелігін іске асырар тұста заңды өрескел бұзған. Судья өзінің тәртіптік ісін қарау кезінде адвокаттарын қатыстыруға құқылы. Заңда судьяны сот жюриіне жіберілгенге дейін барлық материалмен таныстыру жөніндегі талап бар. Сондай-ақ ол заң кеңесшілерінде тарталады, яғни ақталуға мүмкіндік беріледі. Ал сот жюриінің шешімдерімен келіспеген жағдайда судья жоғары сот кеңесіне шағымдана алады. Елімізде судьяларды іріктеу оңтайландырылды. Мәселен, судья лауазымына біліктілік емтиханы бұрын жылына 4 рет өткізілсе, қазір 12 есе ұлғайды. Әрі біліктілік комиссиясының мүшелерімен әңгімелесу апта сайын өткізіледі. Бұрын мұндай кездесулер айында бір жүргізілетін, яғни әділдік иелерін жұмысқа қабылдау барынша ашық түрде жүргізіледі. Айта кетейік, судья сот істері мен материалдарын қарау кезінде заңды өрескел бұзған үшін ғана тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Сонымен қатар судьялық этика қайшы келетін теріс әрекет жасағандарда жауап береді. Лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамаған соттар мен сот алқасының төрағалары жазаға тартылады. Елімізде судьяларды іріктеу үшін жаңа ақпараттық жүйе қолданылады. Жоғары сот кеңесі цифрлық жоба жайлы жаңашылдықты талқылады. Бұл платформа үміткерлерді іріктеу кезеңін ашық әрі жедел өткізуге мүмкіндік береді. Әрбір кандидат құжат тапсырғаннан бастап нәтижесі шыққанға дейін барлық қадамды онлайн бақылай алады, деді кеңес төрағасы Дмитрий Малахов. Бұрын конкурс жарты жылға дейін созылуы мүмкін еді. Ақпараттық жүйені енгізу арқылы іріктеу мерзімі шамамен 1 айға дейін қысқаруы мүмкін. Бүгінгі таңда біліктілік емтихан тапсырудың жалпы мерзімі 1,5 жылдан 3 айға дейін қысқартылды. Сонымен қатар алғаш рет судья мамандығына кіретін кандидаттарға қойылатын талаптар қатаңдатылып отыр. Жоғары кеңес жанындағы сот жюриі былтыр 40 судьяны тәртіптік жауапқа тартқан. Оның ішінде 31 аудандық деңгейдегі судья, 5 аудандық және оларға теңестірілген соттардың төрағалары, 2 облыстық және оларға теңестірілген соттардың судьялары, 1 облыстық соттың сот алқасының төрағасы және 1 облыстық соттың төрағасы бар. Жауапқа тартылған судьялардың дені сот төрелігін іске асыруда заңды өрескел бұзған. Ал 6 судья қызметтен босатылды. Сот тазалық пен әділдіктің айнасы. Соңғы жылдары еліміздің сот саласындағы қазылардың қара қылды қақ жарған әділдігіне, кәсібилігіне қатысты талаптар айтарлықтай күшейтілді. Әсіресе бармақ басты көз қысты әрекеттен бойын аулақ ұстап, халықтың сеніміне лайық сот шешімдерін шығаруына аса мән берілген. Демек, судьяға сот төрелігін асыру кезінде тәуелсіз болу үшін заңмен жоғары мәртебе белгіленген. Қалтқысыз қызметте осыны жадынан шығармау үшін арнайы жауапкершілігі де заңмен бекітілген. Республика судьяларының тәртіптік мәселесіменен осы жоғары сот кеңес жанындағы құрылған сот жюриі айналысады. Бұл сот жюриінің құзыретіне судьяларды тәртіптік жазаға тарту мәселелермен айналысады. Бұл сот жюриі жоғары сот кеңес жанынан құрылған автономды сот қауымдастығының ұйымы болып саналады. Республикада бірде-бір басқа орган судьялар тәртіптік жазаға тарта алмайды.
Сот жюриі судьяларды тәртіптік жазаға тарта алатын жалғыз ұйым. Ол тікелей жоғарғы сот кеңесінің құрамына кірмейді. Кеңестің жанынан жеке дара институт ретінде құрылған. Судья тарапынан болған өрескел заң бұзушылыққа қатысты барлық іс тікелей сот жюриінің қарауына жіберіледі. Яғни төрелігін айтатын әділдік иелерінің тәртіптік ісін қарайтын уәкілетті орган осы сот жюриі. Бүгінде аталған институт сот төрелігін іске асырудың жаңа тетіктерін енгізді. Биылдан бастап оның құрамы 9-дан 15 адамға кеңейтілді. Тәртіптік жазаға тарту негіздері не қарайтын болсақ, конституциялық заңда көрсетілген екі-ақ негіз бар. Ол сот істері мен материалдарды қарау барысында судьялардың жіберген өрескел заң бұзушылығы. Екіншісі, ол қызмет бабында болсын, немесе үй тұрмыс жағдайында болсын, судьялардың судья әдебі нормаларын өрескел бұзылуы. Осы екі жағдайда ғана судьяны тәртіптік жазаға тартуға болады. Судьялар істі қараған кезде олардың қабылдаған шешімдері, үкімдері жоғары тұрған сот сатыларменен өзгертіліп жатады және бұзылып жатады. Бұған дейін заңды белден басқан судьяларға қатысты материалдар жоғары сот төрағасының ұсынуы және облыстық соттардың шешімдерімен қазылар алқасына жіберілетін. Алайда байырғы бұл әдіс оң нәтиже бермеген анық. Шағымдардың басым бөлігі тиісті жауапсыз қалып жатты. Сот төрелігіндегі жаңа өзгеріс судьялардың жұмысына деген сенімді арттыра түседі дейді сала мамандары. Жалпы сот жүйесін жаңғыртуда былтыр судьялардың тәртіптік жауапкершілігін күшейту үшін заңнамалық түзетулер қабылданды. Жоғарғы сот кеңесі қызметінің тағы бір бағыты судьялардың тәртіптік органы болып саналатын сот жюриінің шешімдеріне берілген судьялардың шағымдарын қарау. Судьяның шағымын қарау барысында кеңес оның уәждерін, тәртіптік материалдарды және жюри шешімінің негізділігін жан-жақты әрі объектив түрде талдайды. Егер сот жюриінің тұжырымдары материалдағы құжаттармен расталмаса және жюри судьяның кінәсін дәлелдемесе, кеңес оның шешімінің күшін жойып, тәртіптік іс жүргізуді тоқтатуға құқылы. Биыл антына адал бола алмаған 34 судьяға тәртіптік жаза қолданылды. Оның 22-сі аудандық сот судьялары болса, 6 аудандық сот төрағасы, 4 облыстық сот судьясы, 1 облыстық сот алқасының төрағасы бар. Тура жолдан таюға бейім тұратын жандарға сот саласында орын жоқ. Бұл тәмсілді президент те ұдайы айтып келеді. Десе де сенімге селкеу түсіріп, жауапкершілікті қаперден шығарып қалатындар да жоқ емес. Бір ғана мысал таяуда болған жайт. Мас күйінде көлік тізгіндеген судьяның әрекеті. Бас прокуратура бұл мәселені жоғары сот кеңесі қарайтынын мәлімдеді. Тағы бір ұятты жағдай, сот отырысы кезінде тілшіге тілін шығарып әдепсіздік көрсеткен судья Абинур Қарабаевтың қылығы. Түсіруді тоқтатыңыз дегенге айтпақшы болған болу керек. Солай деп түсіндірді судья. Сондықтан бұл жерде судья журналист оны қалай қабылдаған өздеріңіз көрдіңіздер, ол мені дұрыс түсінген жоқ деп араларында түсініспеушілік болды. Ол бүкіл республика әлеуметтік желілерінде тарқап кетті. Сондықтан сот жюриі судья Қарабаевтың іс-әрекетінде судья әдебі нормаларын бұзушылық бар деп танып, оған ескерту түрінде жаза қолданды. Тәртіп бар жерде әділдікте болады. Судьяның биік мәртебесі оған жүктелген жоғары жауапкершілікке байланысты. Оның шығарған шешімі түрлі тағдырға, әл-ауқатына ықпал етері сөзсіз. Президент бұдан бұрын заң үстемдігін қамтамасыз ету және қоғамның соттарға сенімін арттыру маңызды екенін атап өткен болатын. Айталық, бүгінде азаматтық және әкімшілік істер бойынша сотқа дейінгі татуласу рәсімдері көптеп қолданылып жатыр. Алқабилердің құзыреті кеңейіп, олар қарайтын істердің саны 2 есе өскен. Бүгінге осы. Еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі жүздескенше.